Содан кейін не болды оларға? Бұл сәйкестік пе білмедім. Әсем сұлулығынан айырылды. Және болса күле алмайтын ауруға ұшырады. Үнемі жылап жүрді. Көзінен жас тоқтамаған соң араға уақыт салып, екі жанарынан да айырылды. Мәссаға. Болатшы, аман ба өзі? Болатты қала сыртындағы ескі, қираған үйлердің маңынан тауып алды. Сүйектері сынып кеткен. Оған кінәлілерді таппады. Денем түршігіп кетті. Саат қанша болды? Қазір. Түнгі 12. Айнаға көп қарай бермеңдер. Дәрі дегеніміз оқиғаны әдейі соңымдайды. Осыдан примерно 15 жыл бұрынғы оқиға. 15 жыл бұрынғы. Одан кейін ол балаларды ешкім көрмепті. Масында Дария деген қыз елес болған ба не? Сондай болып тұрды. Ертесіне зерттеушілер келіп тексерсе, ол жерде ешқандай костюм жағылмапты. Ма, не дегенсің ғой? Кеттім мен. Ойыңдаш, нормально әңгімелесіңдер, қорқынышты емес. Далаға шыққаннан кейін дала қараңғы болады, қорқасыңдар ғой? Қорқамыз іздейді әлі. Мен де осы оқиғаны бірінші рет естігенімде дәл сендер сияқты есеңгіреп қалған. Біраз күн ашытханаға жалғыз өзім шалмай деген не ғой? Давай-ка кіргеннен кейін бір көңілді әңгіме айтайық. Достар жинаппыз, адушы отырып қайтайық та. Емасыңдар әрі тұрсыңдар ма? Ар жақта пар деген дерзкі опты. Давай тез-тез душқа түсіңдер да парға фред асыңдар. Давай тез-тез бұзыңдар. Онда қысқа әңгіме парға жалғастырайық. Давай. Қадан келдің е? Қалай пар зың беген? Зың екен. Жаңгір. Біз балдар болып үнем осыға түсіп тұрамыз. Новый сияқты ғой? Новый, бір ашылғанына. Бір жыл ма, болу білмеймін болған жоқ ойым әлі. Бассейн жаңа жазылған ішінде, короче. Жан. Қайсың бағана? Приколист болатқан? Айтсаңдар сен әңгімелерді. Шілей қатты күлдірмесек де, енді бір қорқынышты емес, нормально әңгіме айтайық та. Онда осы жер жарып өтетін бір анекдотымен жіберсей. Бұл жолы анекдот емес, естіген оқиғамды айтып берейін. Короче, бұлыңдар, мынандай болған. Бір баяғыда
Не болды? Қалай? Жақсы қайдан келе жатсың? Көрмей тұрсың ба? Қарасай. Мә, бүгін тағы балық қуыратын болыптық қой, а? Қойшы, қуырып жеуден шаршамадың ба? Bir gün болса да сорпа істеп ішейікші. Алқасы рұқсат па? Ей, боп дейді, кеттік ба? Қайда? Сорпа істеп ішпейміз ба? Сорпа істеп ішетін жер болмай тұр ғой. Давай сен қораңнан кет. Қораға? Қалай болады екен ол? Мә, жылана бермеші. Үйіңде кім бар? Үйде ешкім жоқ. Зато зоң ғой. Ешкім мешет етпейді. Кеттік па? Кеттік. Айтпақшы, есің байлаулы ма? Байлаулы. Бұл жер қараңғы ғой. Қазір сәл отырсақ көзіміз үйреніп кетеді. От жағамыз әлі. От жағамыз? Бұл жерге жақпай қойықты. Қайда жағамыз? Үйде ешкім жоқ қой, далаға жағайық. Жарайды. Қалған бір балықты не істейміз? Білмеймін, сорпа ішсем болды өзің. Сасып кетеді ғой жата берсе. Ішін тазалап қойдың ба? Ішін түгілі сыртында тазалап қойдың. Түпке өткізіп кеп тұрып қойсай, бір келгенде жейміз. Копченый қылып па? Тұз сепсең мошни болады. Жіптейсің ба? Иә. Піс қазанын, піс. Піскенде де дәмді болып піс. Қазір сенің астыңа отын салып бір қылдатып қайнайсың. Тура біздің кластағы Дина ұқсап. Ол да ашуланғанда бір қылдап кетеді ғой. Бекош, жаңа кеуіртін қайда? Не қыласың он? Лақтырып жіберші, бері қарай. Ойбай, Бека! Не болды? Шөп қора өртеніп жатыр. Прикинь, бүкіл шөп қора күл болып өртеніп кеткен мана жерде. Тоқта. Күл болмай тұрып бірдеңе ұмытып бара жатыр екен. Не болды? Короче, ана көрші, мына көрші бәрі жүгіріп жүріп пожарный шақырады ғой. Пожарный келеді ғой ана жерге. Көп көз жүрген жақ? Жоқ, олар полный жанып тұрған күтеді екен ғой. Походу. Ана екеуі шықты ма ішінен? Олар өрт басталмай тұрып фыр етаған ғой. Жандар тәтті ғой. Тоқташ, өрт неге болды өз? Прикинь, айтсам тіспен қадалып білесіңдер ба? Айтсай болсын. Короче. Копченый балшы жаңа. Қолын кимеді ма? Қолды қоя тұр. Бізге қашақ толды ғой досым. Қолыңа не істеп алғансың? Балықты тізіп қойдың жіп қой, осыған тізіп төбе келіп қоямыз. Тұздап па? Иә. Балығың қайда енді? Өртеніп кеткен шығар шөп қорада. Күлейін ба, жылайын ба? Сүйен ғой енді. Мен қайдан білейін? Кеуіртпен емес пышақпен егіп алмадың ба? Енді үйге қала қайтам, мама келіп тұрып ұратын шығар. Папан келіп тұрып тебе ма?
Бәріне сен кінәлісің. Еще мен мазақ етіп отырсың. Кетей, менің не кінәм бар? Кеуіртпен емес, пышақпен егіп алмадың ба? Сен ғой сорпа деп қақсап қоймаған. Сол сорпаңды балық ұстаған жерінде ішің болмады ма? Болды, жылана бермеші. Сен түсініп тұрсың ба, менің не айтып тұрғанымды? Шөп қорам жоқ, өртеніп кетті. Мама мен папа жабу соймаса болды енді. Сілей соймайтын шығар, қай-қайдағын айтпашы. Білесің ғой менің мамамды. Давай біз түк болмағандай барамыз. Типа біз жасамағандай. Мына түрімізбен ба? Өзенге барып, жуынып алайық. Қазан ше? Қазанды өзен жақтағы көпірдің астына қоя тұрайық. Қалай идея? Білмеймін ше, көрейік. Сыр білдірмеуге тырыс, жарайды ма? Жарайды, бірақ түк өтірік айта алмаймын ше. Бері қара, астаяқ жегенің жақсы ма, немесе бір рет өтірік айтқаның жақсы ма? Екеуі де жаман. Не дейтін ау? Бір рет өтірік айтқаның жақсы, түсіндің ба? Соңғы рет сені тыңдаймын. Серік! Ше тыңдамаймын. Әй, Серік! Тыңдаш, мамаң дауыс шығып жатыр. Қайда жүрсің, а? Мен мамам дауыс шығып жатыр. Кеттім мен. Мен тастап кетпе. Кетпесем болмады. Тірі қалсаң жолығамыз. Кетсең еркек емессің, айттым, бітті.